тексеріп аламыз. Ыстыратын жағы сыртқа қарау керек. Клеймен бұны да артына жабыстыратын боламыз. Міне ұлдың ата-анасына арналған брошкамыз дайын. Енді сіздерге түсінікті болу үшін қыздың ата-анасына арналған брошканы қайталап көрсететін боламын. Дәл жаңағы айтқандарым бойынша осылай тез жасалынады және өте ерекше әдемі болып көрінеді. Үйіңізде той болатын болса, өзіңіз қолдан осылай жеңіл тез жасап алсаңыз да болады. Төсбелгілеріміз дайын. Егер видеом сізге пайдалы болып ұнаған болса, видеомның таралуы үшін қолдап, достарыңызға таратып, тіркеліп, комментарий жазып, лайк баса отырыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.